Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздерге ұшқыр ой зияткерлік ойынын PowerPoint платформасына жасалынған дүние. Бұл дүние арқылы сіз интеллектуалдық сайыстарда және де сабақта, ашық сабақтарда қолдансаңыздар өте тиімді болады. Бұл әдіс кәдімгі PowerPoint платформасында жаңа слайд түрінде жасалған. Бұл жерде сұрақтарды өзіңіз кез келгенін өзгерте аласыздар. Фотоны да өзіңіз қоя аласыз, уақытты да өзіңіз белгілей аласыз. Барлық сұрақтар бұл жерде 10 сұрақ белгіленген, 11 сұрақ өзіңіз қоса бересіз. Енді бұл жерде, құрметті әріптестер, бұл ойынды ойнаған кезде мына бір батырманы бассаңыздар, міне сіздерге осылай ұшқыр ой ойыны музыкамен қосылып тұрады. Мына батырманы басамыз. Міне, бізге сұрақ берілді. Мына сұрақтың фотосурет берілген, мына жерге сұрақты бассаңыз сұрақ қойылады. Сұраққа сәйкес жауаптар тұрады мына жерде. Міне, кубтық парабола, гипербола, түзу және парабола. Бұл жерде уақыт белгіленіп тұр, 20 секунд болып тұр. Мына уақытты бассаңыздар, уақыт жүреді сіздерде. Одан кейін мына батырманы бассаңыздар, екі сұрақты, екі жауапты нұсқап тұрады. Мына жерде көмек белгісі, ал дәл солай кете береді, кәдімгі 21 ғасыр көшбасшысы сияқты. Енді уақытты белгілеген кезде бұлай уақыт айналып тұрады сіздерде. Осы уақыт біткеннен кейін сіздің мына жердегі жауаптарыңызды біреуін белгілеп айтасыздар. Уақыт бітеді. Уақыт біткен кезде сіз өзіңіздің жауабыңызды айтасыз. Мына жерде парабола болса, дұрыс жауапты белгілейміз. Парабола дұрыс жауап болады екен. Келесі next деген батырманы басасыздар. Екінші тапсырма келеді, яғни сұрағын қоясыздар, нәтижеге варианттарын шығарасыздар. Одан кейін сіздер жаңағы уақытты белгілеп қоясыздар. Және дәл осылай жұмыс жүргізіле береді. Бұл PowerPoint платформасында дайындалған дүние. Бұл дүниені кез келген уақытта қолдана берсеңіздер болады. Осылай 10 сұрақ қоя бересіздер мына жерге, мысалы next деп кете бересіңіздер. Тапсырмалар, суреттерді өздеріңіз қойып орналастыра бересіздер. Жалпы осы әдіс